пәнінің мұғалімі Каленова Алия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы жерді қашықтықтан зерделеу әдістері деп аталады. Жерді қашықтықтан зерделеудің әдістерін атау. Бағалау критерийлері: жерді қашықтықтан зерделеудің әдістерін атай алады, гаш технологиясын қолдану аясын атай алады, тақырып бойынша кадастр құрастыра алады. Оқушылар, жерді қашықтықтан зерделеу дегенді қалай түсінеміз? Бұл суретте не көрсетілген? Оны қайда қолданамыз? Қолданып көргендеріңіз бар ма өздеріңіз араларыңызда? Оқушылар, мына суретте қандай құрылғыны көріп отырсыздар? Ол құрылғыларды не мақсатта қолданылады? Жарайсыздар. Қазіргі жаңа технологиялар. Географиялық карталарды құрастыруға қажетті басты мәлімет көздерінің бірі жерді қашықтықтан бақылау болып табылады. Қашықтықтан бақылау географиялық нысандар, құбылыстар мен үдерістер туралы ақпараттарды арнаулы құралдардың көмегімен алыс қашықтықтан алу. Қашықтықтан бақылау құралдарының қатарына фото және телекамералар, радиолокаторлар, радарлар, лазерлік локаторлар, лидарлар жатады. Бақылау су беті және суасты кемелерінен, әуе шарларынан, тікұшақтар мен ұшақтардан, ұшқышсыз басқарылатын ұшақтар мен ғарыштық ұшу аппараттарынан жүргізіледі. Енді осы құрылғыларға жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, лидар. Бірінші суретте лидар құрылғысы көрсетіліп тұр. Лидар белсенді жарық пен оны мөлдір және жартылай мөлдір медиада тарату арқылы алыстағы объектілер туралы ақпараттарды алу және өңдеу технологиясы. Келесі суретте дрон. Дұрыс айтасыздар балалар, күнделікті өмірде жиі кездесіп жүрген құрылғы. Дрон ұшқышсыз әуе көлігі. Ол барлау қызметінің көп бөлігін атқарады. Болашақта бұл ұшақ көптеген пайдалы функцияларды орындай алады деп күтілуде. Ауа райы жағдайлары мен аумақтарды бақылауда, қажетті жүктерді жедел жеткізуде және әскери салада бағдарлау жұмыстарына өте тиімді болады деп болжануда. Жерді қашықтықтан зондтау әдістеріне тоқталатын болсақ, жер бетін әртүрлі түсіруші құрал жабдықтармен жабдықталған әуелік және ғарыштық құрылғылармен бақылау. Түсіруші құрылғылардың жұмыс істеу өлшемі микрометрден, яғни көрінетін оптикалық сәулелерден метрге дейін, яғни радиотолқынға дейін шектелген. Қазақстандық ғарыштық жерді қашықтықтан бақылау жүйесінде екі жер серігі, жер беті орталықтары бар. Жер серігінің орбиталық топтары Казиосат 1, Казиосат 2 деп аталады. Жер серігінің орбиталық моделі бірінші суретте, екінші суретте жер серігінен келген ақпаратты қабылдайтын станция, келесі суретте осы станциялардың орталығы және келген ақпараттарды өңдеу, яғни оператор Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы орналасқан. Оқушылар, радарлық түсірілімдер су мен құрлық беттерінің тілімдерін жақсы көретіндіктен топографиялық карталар жасауда, жер бетінің нақты сандық жобаларын құруда, су бетіне төгілген мұнайды анықтауда, су тасқыны туралы ескерту жасау және мониторинг жүргізуде кеңінен қолданылады. Ал енді оқушылар, осы тақырып бойынша алынған білімімізді бекіту мақсатында экспресс сұрақтарға жауап беріп көрейік. 30 секундта 5 сұраққа жауап беріп, қашықтықтан бақылауға дайын сертификатын ұтып алыңыз. Жерді ғарыштан түсіру қалай аталады? Қазақстандық жерді қашықтықтан бақылау серіктерін ата. Жерді қашықтықтан бақылау әдістері қандай? Радарлық және лазерлік түсірілуге нелер жатады? Жерді қашықтықтан бақылау спектрлік диапазондарын атаңыз. Кәні жылдамырақ ойымызды тұжырымдап, жауабын жіберейік. Ал жауаптарыңызды тексеріп жіберейік.
Жерді ғарыштан түсіру, жерді қашықтықтан бақылау. Қазақстандық жерді қашықтықтан бақылау серіктері Казиосат 1, Казиосат 2 деп аталады. Жерді қашықтықтан бақылау әдістері белсенді және белсенді емес деп екіге бөлінеді екен. Радарлық және лазерлік түсірілуге радиолокациялық, лидарлық құрылғылар жатады. Жерді қашықтықтан бақылау спектрлік диапазондары 6 түрге бөлінеді. Олар гамма диапазон, рентген, ультракүлгін, айқын, инфрақызыл, радиодиапазон деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Керемет жауаптарыңа рахмет. Сонымен оқушылар, осы тақырып бойынша біз бүгін жерді ғарыштан түсіру, қашықтық бақылау, қазіргі уақытта ғаламшар туралы маңызды ақпарат көзі болып табылатынын білдік. Ол жаңа жоғары технологиялық зерттеу әдістерінің пайда болуына, географиялық ақпараттар жүйелер технологиясының дамуына ықпалын тигізетіндігін анықтады. Құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа сабақтан алған білімдеріңіз бойынша сабақ соңындағы көңіл күйлеріңізді бас бармақ тәсілі арқылы бағалап жіберсеңіздер.